Кинематика тарауын оқуды жалғастырайық. Енді біз білетініміздей, кинематика бізде өзара екі түрге бөлінеді. Зерттейтін ол бізде түзу сызықты қозғалыс және де қисық сызықты қозғалыс болып табылады. Енді түзу сызықты қозғалыста ол горизонталь немесе вертикаль қозғалады, немесе осылай бір нәрселерде, мысалы диагональ сияқты. Бірақ яғни белгілі бір түзу бойымен, түзу сызық бойымен. Енді қисық сызықта келгенде, оған мысалы горизонтқа бұрыштай лақтырылған дененің қозғалысын біз қарастыра аламыз, және де шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысты. Бүгін бізде түзу сызықты қозғалыс негізгі тақырыбымыз болып табылады. Енді түзу сызықты қозғалысқа келген кезімізде, жаңа айтқандай, ол бізде түзу сызық бойымен түзу сызықты қозғалыс, түзу сызық бойымен орындалатын орын ауыстыру болып табылады. Енді осы жерде біз айтқандай, бізде мысалы ағаш бар. Біз оны қалай айтамыз? Әрине де санақ денесі ретінде. Мысалы осы жерде одан А нүктеден біздің материялық нүкте Б нүктеге орын ауыстырды делік. Мысалы осы жердегі ол 10 метрді 5 секунд ішінде жүрді. Енді осының біздің қозғалысымыздың шапшаңдығын сипаттайтын шама ол бізде жылдамдық. Және оны анықтау үшін біз жүрген жолымызды, мысалы S-ті бөлеміз уақытқа. Яғни S бөлінген T. 10 метрді бөлсек 5 секундқа бізде шығады 2 метр секунд. Яғни әр секунд сайын біздің денеміз 2 метр жолды жүреді. Осыны біле отыра, біз оның 10 секунд, 20 секунд немесе 100 секундтан кейінгі жүрілген жолды анықтай аламыз. Яғни S-тен V көбейтілген T. Яғни, егер де біз қойсақ, мысалы 2 метр секунд жылдамдығымызды көбейтілген T. Осы формула арқылы, яғни қозғалыс теңдеу оны де атаймыз, біз оның кез келген уақыттағы жүрілген жолын анықтай аламыз. Яғни, мысалы 5 секунд десе 2 көбейтілген 5 10 метр, содан кейін мысалы 100 секундтан кейін біз анықтай аламыз 2 көбейтілген 100. Ол бізде 200 метр жолды жүреді. Ол бізде бір қалыпты қозғалысқа жататын формулалар. Яғни, бір қалыпты дегеніміз, осы жерде ол әр секунд сайын белгілі бір жолды жүреді. Яғни, жаңағына айтқанда бізде V-тен 2 метр секунд болды. Егер де ол бізде бір қалыпты қозғалыс болса, әр секунд сайын ол бізде 2 метрді жүреді. Яғни, 2 метр жүрді ол 1 секунд ішінде, 2 метр жүрді ол келесі секунд ішінде, әрі қарай солай кете береді. Яғни, әр секунд сайын белгілі бір нақты шамаға өзгеріп отырады. Яғни, осылай бола алмайды. Мысалы 2 метр, содан кейін 1 секунд ішінде ол 4 метрді жүрді. Ол бізде бір қалыпты қозғалыс емес. Яғни, V тең S бөлінген T біздің негізгі формуламыз, осыдан біз түрлендіре аламыз. S тең V бөлінген T немесе T тең S бөлінген V. Қарапайым математика. Яғни, 10 тең мысалы 5 көбейтілген 2, кейбір кездерде формула түрлендіруде бізде қиыншылықтар туындайды. Егер де осындай біз жеңілдетуді қолдансақ, 10 тең 5 көбейтілген 2, 5-ті табу үшін біз жай ғана 10-ды бөлеміз 2-ге. Сол сияқты біз формулаларды мысалы түрлендіре аламыз. Енді әрі қарай кеттік. Жаңа ғана біздің мысалы санақ денесі ретінде бізде ағаш болды, O нүктесі. Біз мысалы одан делік 20 метр қашықтықта өзіміздің қозғалысымызды бастадық, яғни А нүктеміз. Енді жаңа ғана дедік, біз 10 метрді жүрдік. 10 метрді жүрдік 5 секунд ішінде. Енді осы А нүктеден осы О нүктеге дейінгі қашықтығымыз ол біздің бастапқы координатымыз. Яғни біз өзіміздің санақ денесінен қозғалысты бастағанға дейін қай жерде тұрғанын біздің бастапқы координатымыз көрсетеді. Енді ал жалпы біздің қозғалысымызды бізде біздің координатымыз көрсетеді. Яғни x тен x0 қосылған v t.
иә, мынау бізде ол біздің координатамыз. Координата арқылы біздің санақ денесіне қатысты жолымызды анықтайды. VT ол біздің жүрілген жолымыз, иә. Және де x0 ол бізде мінекей бастапқы координатамыз. Яғни егер де сізден сұраса қозғалыс теңдеуін жазыңыз деп, иә, біз қалай жаза аламыз? X-тен x0 бізде нешеге тең болды? 20 метрге қосылған. Так, жылдамдығымыз бізде неше болды? 10 метр бөлінген 5 секунд, 2 метр секунд көбейтілген t. Мінекей, мынау бізде қозғалыс теңдеуіміз. Қозғалыс теңдеуі. Немесе осы жердегі VT ол бізде дельта x болып табылады. Яғни, мынау біздің B нүктеміз егерде x2 нүкте болса, а мынау бізде мысалы x1 болса. Я, x2. Так, мынау жерде неше болады? 30. Так, мынау жерде неше? 20 болса, да, 0-ден. Значит, x2 минус x1 бізде 10 метрді береді. Я, мінеке біздің координаталардың әрине де масштаб сақталмаған, бірақ та түсінікті болу үшін осылай жазайық. Енді x-тен 20 метр қосылған 2t бізде қозғалыс теңдеуін береді. Енді осы жерде біз егерде x және t сияқты мысалы кестені құрсақ, мысалы 1 секунд, 2 секунд, 3 секунд ішінде, мысалы 4 секунд ішінде қандай координата болатынын біз анықтай аламыз. Яғни 1 секундта 20 қосылған 2 көбейтілген 1. Ол бізде 22 метр болады, я, x1 мысалы 22 метр. Ну и әрі қарай 2 метрден бізде қосылып тұрады. Мінеке, осындай бізде бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс және де жылдамдық болып табылады.